Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін дәл осындай керемет, қазіргі таңда хит болған меренге рулет жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті заттар: жұмыртқа, сахарный пудра, кукурузный крахмал, ванилин, лимонная кислота керек болады. Ең алдымен жұмыртқамызды сары ұзын мен ақ ұзын ажыратып алатын боламыз. Ақ ұзын салып жатқан ыдысымыз тап-таза болу керек. Енді сары ұзымыз бен ақ ұзымызды ажырататын ыдысымыз да бөлек-бөлек болу керек. Егер де сіз үлкен ыдысқа ажырататын болсаңыз, сары ұзыңыз түсетін болса, біздің ақ ұзымызды білдіретін болады. Сондықтан да мен бөлек ыдыста ажыратып алып жатырмын. Сары ұзымызды байқаңыз, кішкене болсын, түспеуі керек. Сары ұзыңызды басқа тағамдарға қолдансаңыз болады. Бізге бұл рулетімізге сары ұзымыз керек емес, сондықтан да алып қоямыз. Енді ақ ұзымызды жақсылап миксерлетін боламыз. Сахарный пудрамызды аз-аздан салып, жақсылап көбігі қатқанға дейін миксерлейміз. Байқаңыздар, бірден барлық сахарный пудраны салып жібермейміз. Кішкене-кішкенеден салып миксерлейміз. Ал енді ванилинімізді салып, тағы 1-2 минут миксерлеп аламыз. Бізде меренгеміз әлі дайын болған жоқ, мен тағы 1-2 минут миксерледім. Кукурузный крахмалымызды салып, кішкене лимонный кислота салып, тағы 3-4 минут миксерлейміз. Лимонный кислотаны байқаңыздар, көп қосып жібермеңіздер. Төңкерген кезде де дәл осындай қатып тұратын, бізге дәл осындай меренге керек болады. Ал енді формамызға пергамент қағазымызды салып, жақсылап меренге рулетімізді жайып алатын боламыз. Менің формамдың размері 30-ға 30, ал сіздер қалаған размеріңізде отбасы мүшелеріне қарай массаны көбейтіріп, азайтырып жасасаңыздар болады. Мен 30-ға 20 размерде пісіріп алатын боламын, ал сіздер 30-ға 30 етіп пісірсеңіздер болады, дәл осы массаны. Енді үстілерін бір тегіз етіп, тегістеп алатын боламыз. Мен осындай форма қолдандым, ал сіздер осындай формаларыңыз жоқ болса, дәл осылай пісірсеңіздер де болады. Үстінен әдемілеп, сызып-сызып форма беріп шықтым. Енді қызып тұрған 150 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Мен мұздатылған клубнай қолдандым, ал сіздер қолдансаңыздар да болады, қолданмасаңыздар да болады. Клубнайларымызды жақсылап блендермен езгілеп аламыз. Кішкене шекерімізді салып, тағы езгілейтін боламыз. Ал енді кукурузный крахмалымызды салып, тағы еземіз. Достар, байқаған болсаңыздар, мен кукурузный крахмал қолданып жатырмын, картофельный емес, міндетті түрде соған да мән беріңіздер. Ал енді дайын пюремізді сетамыздан өткізіп, дәндерін ажыратып аламыз. Дәндерін ажыратып алдық, енді 3-4 минут қайнатып, қою пюре жасап аламыз. Қайнап шықты, дәл осындай қою болады, енді суытып аламыз. Ал біздің меренгамызды пісіп шықты. Үстіне пергамент қағазымызды қойып, аударып аламыз. Енді артқы жағындағы тұрған пергамент қағазымызды жайлап көшіріп аламыз. Ал көшіріп те алдық, енді меренге рулетімізді суытуға алып қоямыз.
Енді ішіне кремімізді дайындайтын боламыз. Мен үй қаймағын қолдандым, ал сіздер сливка, творожный сыр қолдансаңыздар да болады. Кішкене сахарный пудра салдым, сгущенка салдым және ванилин қосып, жақсылап миксерлеп крем жасап алдым. Кремім дәл осындай әдемі қою болып шықты. Пюрені де дәл осындай кондитерский мешокқа салып алдым. Ал енді кремімізді әдемілеп бір тегісте жұқалау етіп аламыз. Мен қалған кремді үстін безендіру үшін алып қойдым. Ал пюремізді дәл осындай бір сызық етіп, 3-4 жеріне жағып шығамыз. Құлпынайдың орнына малина қолдансаңыздар да болады. Смородина, малина өздеріңіз қалаған фруктыларыңызды қолдансаңыздар болады. Енді жайлап пергамент қағаздың көмегімен орап аламыз, сынып кетпеуі керек. Дайын болған меренге рулетімізді 1-2 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Ал 1-2 сағат тұрған рулетіміздің үстін қалған кремімізбен әдемілеп дәл осылай безендіріп аламыз. Және үстіне қалағаныңызша безендіре аласыздар. Мен құлпынайды дәл осылай әдемілеп қойып шықтым. Ал достар, менің каналымда бұдан да басқа қарапайым рецепттердің түрлері өте көп. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Және достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Өте тамаша, аузыңызда қалатын, қонақтардың да көңілінен шығатын керемет рулеттер болады. Іштері де дәл осындай сочный болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал достар, сіздерге сәттілік.